Баршаңызға қайырлы күн, құрметті менің көрермендерім. Арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге үйде бар заттан, қолда бар заттан жасалатын, биік болып, жұмсақ болып шығатын, оңай әрі тез жасалатын пирогтың рецептісін сіздерге ұсынатын боламын. Видеоның маңызды сәттерін жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп, лайк басып қоюды ұмытпаңыз. Ең алдымен таза ыдысымызға 4 жұмыртқаны саламыз. Үстіне қантты салып, және де шым-шым тұз саламыз. Осы қоспамызды миксермен 2-3 есе ұлғайғанша жақсылап араластырамыз. Мінекей массамыз әппақ болып ұлғайды. Енді үстіне сұйық майды құямыз. Келесі айранды құямыз. Және тағы жақсылап миксерлейміз. Келесі ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп аламыз. Ұнның барлығын саламыз. Және де қопсытқыш қосып, жақсылап қою масса болғанша миксерлейміз. Мінекей біздің қою массамыз, қамырымыз дайын болды. Достар, қажетті заттарды өлшемдерімен төменге описание бөліміне жазып қалдырамын. Шетке алып қоя тұрамыз. Және де формамыздың шетін майлап жібереміз. Мендегі форманың диаметрі 28 диаметрлі форма. Осы формамызға пергамент қағазын төсеп, қамырымыздың барлығын толық саламыз. Қамырымызды шетке алып қоямыз. Енді таза ыдысымызға сүзбемізді саламыз. Үстіне бір жұмыртқаны саламыз. Және де қантымызды салып, жақсылап блендермен біркелкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Араластырып алдық. Енді бізге кондитерский мешок керек. Осы кондитерский мешокты алып, сүзбемізді осыған барлығын толықтай саламыз. Барлығын толықтай салып шықтық. Мешогымызды алып, басын аздаған кесіп жібереміз. Қамырымызды алып, бетіне сүзбемен узор салып шығатын боламыз.
Пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз, яғни әр пештің қызуы әртүрлі болғандықтан бұл пирогты 150-180 градустың арасында 30-35 минут көлемінде пісіріп алатын боламыз. Мінекей достар, пирогымыз да дайын болды. Өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Дәл осылай осы рецептпен жасап дайындап көрсеңіздер болады. Достар, менің арнамнан үнемі оңай әрі тез жасалатын рецепттерді үнемі көргілеріңіз келсе, арнаға тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Бұл пирог сіздің сүйікті пирогыңыз болатынына сенімдімін. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Баршаңызға ас болсын.